Қайырлы таң оқушылар, міне өткен кешегі сенбі күні өткен байқау сынағын қазір талдамақшымыз. Бұл енді біздің дайындалып келе жатыр біраз уақыттан бері карантинге байланысты өстіп созды, содан бері енді осы предпоследний емтихан болады. Болатын енді осы алдағы суббота соңғы пробный емтиханымыз болады, пробный байқау сынағы. Келесі апта уже емтихандар басталады, КТЛ-ға, БИЛ, сосын НИШ емтихандары. Соған оқушылардың барлықтарына сәттілік тілеймін. Енді қосылып атқандар ары қарай қосыла берер. Біз енді есебімізді талдайық, бастайық. Біздің бірінші есебіміз теңдеуді шешіңіз еді. Енді тағы да бір қайталау ретінде болсын, теңдеуді қалай шешетін едік? Айнымалылардың белгісіздерді x, y дегенді айнымалы дейді. Сол айнымалыларды бір жаққа, сандарды бір жаққа жинақтаймыз. Және де ұмытып кетпей ескеретін нәрсе, таңба келесі теңдіктің екінші бетіне өткен кезде таңбасы өзгереді, минус болатын болса плюс. Сонда 3y мына жаққа өткен кезде плюс 3y болады, 7-мен қосылып 10y тең. 87 плюс 13 қосатын болсақ, мына жерде 100 шығып тұр ма? 100. Сонда y тең 100-ді 10-ға бөлсек 10 шығады екен. Екінші есеп, төмендегі графикте бір дүкенде сатылған балмұздақтардың саны берілген екен. Графикке қарағанда нұсқалардың қайсысы қате? Қатені табып алуымыз керек. Ертең емтиханға кірген кезде осындай қате ма, дұрыс па, не сұрап тұр? Парақ беріледі, осы параққа өздеріңе шатастырып қалмау үшін, именно не сұрап тұрғанын білу үшін осындай қате деп сызып қойыңдар керек нәрсені. Есепті оқып атқан кезде не табу керек екенін шатастырып алмау үшін. Енді бізге қате тұжырым табу керек екен. Жексенбі күні ең көп балмұздақ сатылған күн дейді. Дұрыс па? Жексенбі күні ең көп дұрыс екен. Одан кейін 7 күнде сатылған балмұздақтың медианасы 280-ге тең. Медиана дегеннен сандарды бірінші өсу ретімен орналастырамыз. Ең кішісінен ең үлкенге дейін. Сосын барып, солардың дәл ортасындағы санды табамыз. Ал енді өсу ретімен аларды орналастыратын болсақ, ең кішісі 224. Одан кейін 252. 224, 252, одан кейін 262, 280 бар екен, 2 рет бар екен 280, сосын 370, 397. Енді сандардың дәл ортасында тұрған, мына жағынан 3, мына жағынан 3, дәл ортасында 280 тұр екен. Сонда бұл медианасы екен, бұл да дұрыс екен. Жұмдар дұрыс. 7 күнде сатылған балмұздақ санының арифметикалық ортасы. Арифметикалық орта дегеніміз не? Сандардың барлығын қосып, неше күн бар бізде? 7 күн бар, 7-ге бөлеміз. Енді бұған қазір уақыт жоғалтпай қойып, басқаларын талдап көрейік. Қазір мынаны жасаймыз деп қойып кетейік былай. 7 күнде сатылған балмұздақтың санының өзгеріс ауқымы 175 дейді. Өзгеріс ауқымы дегеніміз ең үлкеннен ең кішісін азайту керек еді. Бізде ең үлкен 397. 397-ден азайтуымыз керек 224-ті. 224. 7-тен 4 алсақ 3, 7, 1, 173. Бізде не деп тұр? 175-ге тең. Сонда мына жерде арифметикалық ортаны былай ретімен есептеп, уақыт құртудың қажеті жоқ еді. Келесіне аз-аздардан бастап таңдап алып жасасақ болады екен. Сонда мына жерде 175, бізде 173 шығып тұр. Сонда қатеміз біздің Д болып тұр. Егер бізге мынандай нәрселер берілген екен, қосындылары енді 4 бұрыш, 3 бұрыш дөңгелектің қосындысын табыңыз дейді. Енді көрейікші, егер мұналарды қатар-қатармен қоятын болсақ, 4 бұрыштен 2 қосатын болсақ, 3 бұрыштен 2, дөңгелектен 2. Бұны біз оқушылармен мысық әдісі
тәсілін пайдаланамыз. Өткен бір есеп мысыққа байланысты болған, сондықтан осындай ат қойып алған едік. Енді сонда төрт бұрыштерден екеу болса, былай екеу деп қояйын, қосып атырық барлығын. Үш бұрыштерден екеу болса, және дөңгелектерден екеу болса. Сандарын да қосайық, мына жақта бірінен соң бірін. Так, 64-ке, мысалы 81 мына жерде қоса салайын. 4, 15, 154, оған тағы да 64-ті қосатын болсам, мына жерде 8, 1, 218. Енді бізге мына үшеуінің қосындысын табу үшін не істейміз? 218-ді 2-ге бөлеміз, сонда 109 шығады екен. Болды, оп-оңай. Мына жерге қандай сан қоям деп бас қатырудың қажеті жоқ. Барлығын бір-біріне қосып жіберіп, осы мысық тәсілін пайдалансақ болады екен. Төртінші есеп бізде мынандай пропорция теңдеу, Бұл жерде ең басты нәрсе, бұл жерде не істеу керек? Ортақ бөлім алу керек. Мына бөлшектің бөлімінен құтылуға тырысуымыз керек. Бұл жерде ортақ бөлім 4, мына жерге 2-ден береміз, мына жаққа 4-ден береміз. Сонда x азайтылған 3 қосылған, мына 4-ке 1-ден береміз. Өзін жазып отырық 2x қосылған 2 тең минус 40. X пен 2x қосылады, таңбалары бірдей, 3x. Так, мына жерде минус 3 плюс 2, минус 1 шығады, тең минус 40. Енді 3x тең, минус 1 теңдік мына бетіне өткен кезде не дедік? Плюс болады дедік, сонда минус 39. X тең, минус 39, 3-ке бөлсек, минус 13. Ондай жауап бар. Дұрыс, шалқар дұрыс. Таңбаң минус. Енді мына жерде осы мәні 3-тен 1 болатын бөлшектің алымынан 3-ті алып, яғни бірінші мына жердегі бөлшектерге қарап алайық, қай жағдайда алымынан 3-ті алмай тұрғанда, бөліміне 7-ні қоспай тұрған кезде, қай жерде бөлшек 3-тен 1-ге тең? Мысалы, мына жерлерді былай жауып тұрайық. Мысалы, мына жерде қосып азайтпай тұрмыз ғой. Сөзден оне x бөлінген x, бұның мәні неге тең? 1-ге тең. Мына жерде мынаның мәні неге тең? 3x бөлінген x-тің мәні 3-ге тең. Ал мына жерге қарайтын болсақ, мынау не? 3-тен 1, x пен x қысқарады. Мынау да бізде 3-тен 1-ге тең. Мына жерде x-ті x-ге бөлгенде 1-ге тең. Сонда бізге я с, я д деген вариант шығады. Енді ары қарай орындайық. Алымынан 3-ті алып, дейді, 3-ті азайту керек екен алымынан. Мына жерде бізде қосылып тұр, сонда мынау азайтылып тұр екен. Бөліміне 7-ні қосқанда дейді, бөліміне 7-ні қосамыз, тең 7-тен 1 шығады. Міне тең 7-тен 1. Осы бөлшекті қайсы екенін көрсетіңдер дейді. Сонда с варианты болады. Мына жерде амалды орындаңдар дейді. Біріншіні алымын орындайтын болсақ, бұл жерде бірден бұрыс бөлшекке айналдырып жүрек, себебі бөлуіміз керек. 2-ден 3. Мына жерде 2-ден 1. 2-ден 3-ті енді 2-ден 1-ге бөлу үшін ол көбейтуге айналады. Орындары алмасады. Сонда 3 шығады. 3-ке бұнан 1-ді қосамыз, 4. Келесі 7-ші. 5-тің 2 дәрежесі 25. Минус 2-нің кубы. Бұл жерде егер дәреже тақсан болатын болса, біздің теріс сан неге өз таңбасында қалады, минус болып қалады. Себебі бұл дегеніміз минус 2 көбейтілген минус 2 көбейтілген минус 2 деген сөзді. Минус 2-ке минус 2-ні көбейтсек, плюс 4, плюс 4 қойды. Плюс 4-ке минус 2-ні көбейтсек, минус 8. Сонда таңбамыз не болады екен? Минус болады екен. Жерде минус 8. Бөлімінде кез келген санның 0 дәрежесі 1-ге тең дедік. 2-дің 2 дәрежесі 4-ге тең. Сонда 5-тен 17. Онда жауап бар. В. Молодец, шалқар. Одан кейін 8-ші есеп. Бізде бөлшекке тең болса, онда ана сәйкес келетін сан табыңыз. Бұл жолы онша қатты қиын болған жоқ сияқты. Бұл жерде екеуі тең дей саламыз. Не істейміз? Сонда пропорциямен көбейтіледі. Қалай көбейтіледі? Пропорция а мен 4 көбейтіледі. Кейбір оқушылар пропорция екенін білсе де қалай көбейтілетінін білмейді екен. Соны байқадым. А мен 4 көбейтіледі. Сонда 4а тең 76 мен 1 көбейтеді 76. Сонда
76-ны 4-ке бөлетін болсақ, 19-ға тең. Төмендегі координаталық түзуде 2 мен 3-тің арасы 8 бөлікке бөлінген. Олай болса, А нүктесіне сәйкес келетін санды табыңыз дейді. Қайсысы сәйкес келеді дейді. 4-тен 3 сәйкес келе ме? Ол мынаяқта 0 бүтін деп тұр, Мынау неше бүтін? Мұның ішінде 11-дің ішінде 8 бір әлет бар. 1 бүтін мына жерге келеді. Мына жерде бұл 2-ден 5 дегеніміз не? 2 бүтін 10-5. Дәл ортасында тұр ма мына жерде? 2 мен 3-дің ортасында тұрған жоқ. Мына жерде 22-ні 6-ға бөлетін болсақ, ішінде неше рет бар? 3 рет бар. 3 бүтін, өткен 3 жердегі 6 18 ол, мына жаққа асып кетеді. Бізде қалып тұрған вариант мынау. Енді мынаны ықшамдап көрейік, екеуі де 4-ке бөлінеді, 11, мынаяқта 4. Сонда 11-ді 4-ке бөлетін болсақ, 2 бүтін 4-тен 8, 3, 4-тен 3. Енді бізде неше бөлікке бөлінген дейді? 8 бөлікке бөлінген деп тұр ғой. Сонда бөлімін 8-ге келтіріп алайық. 2 бүтін 8-де 2 көбейттік қой 8-ге келтіру үшін. 2 бүтін 8-ден 6. 6-сында тұрма тексерейік. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Мұны 6-сында тұр екен. Сонда Е варианты болады. Так, дүкенге 180 мың теңгеден сатылып алынған теледидар 60% пайдамен сатылып жатыр дейді. 22 теледидар сатылса, неше теңге пайда табады? Енді біз не жерде қанша теңге пайда табады деп тұрғандықтан, тек қана мына 6%-ның ғана мынаның 22-ке көбейтеміз. Бірінші 6%-ны тауып алайық. 180 мыңның 6%-і 100-ден 6, нөлдерін қысқартайық. Сонда бұл 18, 48, 108, оның артына неше нөл тіркейміз? 3 нөл бар, 2 нөл ғой. 2 нөл наумен қысқарса, мына жерде неше нөл екені өзім естемей қалдым да. 2 нөл. Сонда бізде 10.800. 10.800-ді енді 22-ке көбейтеміз. 16. Менде жауаппен сәйкеспеді. Ал көрейік. 2 жердегі 8 16, 2, тағы да наяқтан да 216 шығады. 6, 7, 3, 2. Артында неше 0 бар еді? 2 0 бар еді. 237.600 деген жауап мұны шығып тұр. Бұл жерде тек қана пайдасын тауып аламыз. 6%, соны 22 теледидар сатқан ғой. Өткен бір теледидардан осынша пайда көріп тұр ғой, міне 10.800. 22-ге көбейтсек, 237.600 пайда көреді екен. Келесі 2 иіні тепе-теңдікте болатын болса, мына жерде x пен y-дің арасында қатынасты табыңыз дейді. Мына жерде x қосылған 5, мына жерде қосамыз, көбейту деп шатасып жүрмейміз. 4 қосылған y. 4 қосылған y. Енді мына жерде x, y-ді теңдіктің бетіне өтсек, таңбасы минус болады. 5-ті мына жерге өтсек, минус болады. 1 шығады. X азайтылған y тең минус 1 деген жауап мынаған сәйкес келеді. Өйткені минус y дәл осы бетте қалатын болса, плюс y болады. 5-тен 4 минус алғанда минус 1 шығады. Сонда D варианты болады екен. Келесі мына қызық есептердің бірі қайсысы қате дейді. Енді А вариантына көрейік. F жиыны E жиынның ішінде дейді. Ішінде, соның жиынның ішінде дегенді білдіреді. Міне E'нің ішінде F бар. Дұрыс екен. Енді К мен E жиынның қиылысуында 5 бар дейді. Міне К жиыны, E жиыны қиылысуында екеуінің ортасында 5 бар екен. Дұрыс. E жиыннан F жиынын алып тастағанда дейді. Мынау сызық алып тастау дегенді білдіреді. Міне былай басып тастасақ, сонда нелер қалады дейді? 3, 4, E 5. Мына 4-еу қалады дейді. Дұрыс бұл да. Одан кейін мына соңғысын көрейік. F жиынның ішін элементтері 1 мен 2 дейді. Ол да дұрыс. Енді мынаған қарайық. Мынау неге дұрыс емес? К мен F жиынның қиылысуы 0-ге дейін. Міне К міні тұр, F міні тұр. Екеуі қиылса ма? Қиылыспайды. Бұның жауабы не болу керек? Бос жиын болу керек. Екеуі қиылыспайды. Ал мына жерде не айтып тұр?
Олардың элементтері, ішінде элемент бар қиылысуында, 0 деген элемент бар дейді. Мына жақта жазылып тұр мына. Егер мынандай ішіне жазатын болса, мынандай бос жиын емес, бір 0 салатын болса, значит, екеуінде де қиылысып тұр, элементі 0 дегенді білдіріп тұр да. Сондықтан қате тұжырым осы болады. 13-ші есеп 4-тен 1 бөлшегіне сәйкес келетін модульді табыңыз. Яғни 4 бөлікке бөлген, соның біреуін боялған қай жерде дейді. Мына жерде бірінші санайық. 1, 2, 3, 4, мына жақтан 3-еу, мына жақтан 4-еу, 12. 12-ден 3 дегеніміз 4-тен 1-ге тең, міне. 12-ден 3 бөлігі 4-тен 1-ге тең. Келесі есеп, бізде ABCD шаршысы берілген екен, периметр 88 дейді. Периметр, шаршының периметрінің формуласы қандай? 4A. Осы 88-ге тең. Сонда А деп тұрғанымыз қабырғамыз ғой, қабырғасы 4 бөлсек 22-ден. Бір қабырғасы 22. Ол бір қабырғамыз үші тады 2 бөлікке бөлініп тұр. Әр қайсысы сонда 11-ден болып тұр міне. Жер 11, 11. Онда боялған бөліктің периметрін табыңыз дейді. Мәнің периметрі қандай болады? Сонда 11-ді тағы да 4-ке көбейтеміз, 44 болады. Төменде кесте сандары солдан оңға және төменнен жоғары қарай қосындысы тең дейді. Сонда 3 бұрыштан 4 бұрышты алғанның мәнін табыңыз дейді. Мыналардың қосындысын тауып алайық. 13, 1 ойда 4, 5, 53. Қосындысы 53 болу керек. Бізде қазір мына жерде қанша болып тұр? 36. Егер 53-тен 36-ны алатын болсақ, 7, 17-ні жеріміз сонда 17-ге тең ба? Так, енді бізге 3 бұрышты табу үшін мына екеуін қосайық. Бұл екеуінің қосындысы 31. 53-тен енді 31-ді азайтатын болсақ 2, 22. Енді 22-ден 17-ні азайтатынымыз. Солай ма? Дұрыс есептедік па? 22-ден 17-ні азайтсақ 5 қо. Сендерде 5 шықты ма? Дұрыс есептедік ба? 17 минут 5 кеш бастап қойдым дейді. Қайтан тексерейік. 13 бір ойда, 4 ойдағы мен 5, 53. Мұна екеуінің қосындысы бізде 4 қона жер. 4, 34. 13-тен 4-ді азайтатын болсақ, бізде неше? 9. Мұна 9, 19 жер 19 екен. Сонда 22-ден 19-ды азайтатын болсақ, жауап 3 шығады екен. Төмендегі теңдік дұрыс орындалатын амалдарды табыңыз дейді. Мына жерге егер біріншісіне бөлу қойсақ, мынаяқтан 9 шықпауы мүмкін. Көбейту мына жерде мысалы Е варианты депті. 9-дан 6-ны азайтсақ, неше шығады? 3 шығады. 3 деп қойайық. Одан кейін екінші жақша. Екінші жақшаға көбейту. 2-ке 3-ті көбейтсек, ояқтан 6 шығады. Екеуін қоссақ, сонда мына жерде қосу тұр, 9 шығады екен. Сонда Е варианты болады. Енді бөлшектердің дұрыс салыстырғанын көрсетіңіз дейді. Дұрыстығын көрсетеміз. Бұлардың ең оңай тәсілі бұл жерде несе ортақ бәріне бір ортақ бөлім келтіріп алу. Мына жерде мысалы бәрін 15-ке келтірсек болады екен. 15-ке келтіру үшін 5-ке көбейтеміз, 15-тен 10. 15-тен 5-ке көбейтсек 30. Солай ма? Енді көрейік. 15-тен 7-ден 15-тен 11 үлкен, одан 3-тен 6 үлкен, дұрыс. Өткен 15-тен одан 3-тен 2 үлкен дейді. Бізде 3-тен 2 дегеніміз 15-тен 10 болды. Мынау қате. Мына жерде 15-тен 11-ден мына жақ үлкен деп тұр, дұрыс. Бірақ 3-тен 6 дегеніміз біздің 15-тен 10 болып тұр. Одан 15-тен 7 үлкен бола алмайды. С вариантына келетін болсақ, 15-тен 7-ден 15-тен 10 үлкен, одан 15-тен 11 үлкен, одан 15-тен 30 үлкен. Сонда С варианты болады екен. 18.
бір түзу бойында 3 қала орналасқан А қаласынан Б қаласына дейінгі қашықтық, мына Адан Б-ға дейінгі қашықтық 75 километр екен. Б қаласынан С қаласына дейінгі қашықтық 50 километр екен. Олай болса А және С арасындағы қашықтықтың, А мен С-ның қашықтықтың, мына Б, А мен С қашықтығы қанша болады? Сонда 125 ба? 125, мына қашықтықтың Б-С арасында қашықтыққа қатынасы, Б-С 50. Екеуі де 25-ке бөлінеді, 5, нақта 2. 2-ден 5 деген жауап бар. Осында қатынастарға қатысты есептерде бірінші не айтылып тұр? Мына АЦ арасында, АЦ туралы айтып тұр ғой, сонда бірінші АЦ-ны жазуымыз керек, алымына. Сол қашықтықтың мына БЦ арасында қашықтыққа қатынасы. Содан кейін барып екінші бөліміне БЦ арасында қашықтықты жазамыз. Бір санның 7-ден 2-сі мен 21-ден 5-інің қосындысы 55 болатын санды табыңыз. Қандай сан екені белгісіз. 7-ден 2 x қосылған 21-ден 5 x тең 55-ке дейді. Екеуінің ортақ бөлімі бізде неше? 21. 3-тен береміз. 3-де 2 6, 6-ға 5 қоссақ 11 тең 55. Енді x тең 55-ті бөлеміз 21-ден 11-ге. Орындар алмасады, көбейтуге айналады. 5, сонда 105 шығады екен. Ондай жауап бар. Және 20-шы есеп, бұл есепті шығарды деген үміттемін. Алдындағы пробныйда осындай қайта-қайта осыны түсіндірген болатынмын. Так, енді кеттік. Төменде тең 3 шаршы және 1 тең қабырғалы 3 бұрыш бар. Тең қабырғалы 3 бұрыш екен және шаршы екен. Яғни барлығының қабырғалары бірдей екенін түсіндік. Тең қабырғалы 3 бұрыштың периметрі, міне, тең қабырғалы 3 бұрыштың периметрі 240. Егер барлығы 3 қабырғасы да бірдей болатын болса, 240-ты не істейміз? 3-ке бөлеміз. Сол кезде әрбір қабырғасы қаншадан? 80-нен. 3 бұрыштың әрбір қабырғасы 80-нен. Бізге не сұрап тұр? Онда төмендегі фигураның периметрін табыңыз. Біздің фигурамыз міне. Периметр дегеніміз тек қана сыртқы қабырғаларының қосындысы. Сыртқы қабырғаларын санаймыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Сонда 80-ді 9-ға көбейтетін болсақ, қанша? Бұл еще миллиметр екен ғой бізде. 80-ді 9-ға көбейтетін болсақ, 720 сантиметр. Ол дегеніміз миллиметр, 72 ол сантиметрге тең. Енді бізде 21-ші есебімізге келейік. 21-ші есеп. Белгілі бір заңдылықпен орналасқан дейтін фигуралар. Дәл осы заңдылықпен 5-ші қадам неге тең дейді. Соны табуымыз керек. Бізде бірінші қадам 4. Екінші қадамда қанша нүкте бар екен? 4, 5, 7. Үшінші қадамда 7, 8, 9, 10. Қарап тұрғанымызда неше қосылып жатыр? 3 қосылып жатыр, 3 қосылып жатыр. Келесіде 3 қосылса 13. Наугад жасаған заңды белгілі бір заңдылықпен орналасқан деп тұр ғой. Әшейін нүктелерін санасаңдар шығады ғой. Енді қараймыз, 4, 7, 10, 13, 4-ші қадам болды. Міне 5-ші қадамға қада келдік. 3-ті қоссақ 16 болды. Так, 16. Келесі төмендегі суретте берілген тік төртбұрыштың периметрлері x, y, но периметрлері екен тұрған. Тік төртбұрыш бөліктерге бөлінген бастапқы тік төртбұрыштың периметрін табыңыз дейді. ABCD тік төртбұрышының периметрін табамыз. Периметр дегеніміз сыртқы қабырғалардың қосындысы дедік. Енді мына сандар бізде белгілі. Осыған мән берейік. Алдыңғысын деймін дейсің ба? Жақсы. Так, 45. 45 дегеніміз мына 4 қабырғаның қосындысы. Бұл жерде мына қабырға мен мына қабырға бірдей, мына қабырға мен мына ені бірдей. Егер мына жер 44-еуінің қосындысы 45 болса, мына екеуі осылай тұрсын. Мына қабырға мен тағы да x-тің мына қабырғасы тең, Мына қабырға мен
мына қабырға тең. Сонда бізді мынаны есептеп қойдық. Мынау, птичка қойып атқан жерлерім сонда 45-ке тең болып тұр. Өйткені мына ұзындықпен мына ұзындық тең, мына ұзындықпен мына ұзындық тең. Енді 20-да дәл сондай. 20-да мына жер мен мына жері тең, ені мен ені тең. Егер мына ұзындықтары бірдей болатын болса, мына жерде тең болады. Мына ендер бірдей болатын болса, мына жерде тең болады. Сонда келесі бұған дөңгелек қоя салайыншы мына. Мына 4 дөңгелектің қосындысы 20 сантиметрге тең. Сонда үлкен ABCD тіктөртбұрыштың периметрін табу үшін болды 45-ке 20-ны қоса саламыз. Сонда 65 шығады. Енді координаталық түзуде -2 мен -1 арасында 2 бөлікке бөлінген, осындай бөлінген екен. Осылардың ішінде қатесі қайсы, соны табу керек екен. Енді вариант бойынша жұмыс істейік. А нүктесі -2-ден 3 дейді. -2-ден 3 дегеніміз -1,2-ден 1. Сосын тағы да ескертетін жайт, оқушылар, координатада мына теріс сандар қаяқтан басталады? 0-ден басталады. Мына А дегеніміз -2 бүтін емес, -1 бүтін. 0-ден бастап мына стрелканың бағытын көрдіңдер ме? Былай. Осыны ескереміз. Так, сонда мынау -1,5 ба тура ортасында тұр екен? Дұрыс. А варианты дұрыс. Б дейді, -6-дан 4 дейді. Так, 6-дан 4-ті де тағы да қысқартайық. 2-ке қысқартсақ 3-тен 2, -3-тен 2 дейді. Минус. Мына 0 бүтін, е? Мына 3 бөлікке бөлінген, 1, 2, 3 бөлікке бөлінген, соның екіншісінде тұр. Біріншісінде емес, 0-ден бастап санаймыз. Сонда екінші. Бұл да дұрыс екен. С 4-тен 3-ке тең дейді. Мына енді 10 қаратып, мынаяқтан санай берейік. 1, 2, 3, 4-тің 3-сінде тұр. Ол да дұрыс. Д -5-тен 9 дейді. Минус. Так, Д үшін жақта оң жақта тұр ғой. Бізге минусіне қарабақ, бұның неше бүтіні керек те емес. Сонда қатесі осы. Төмендегі суретте берілген қарағанда А-ның мәнін табыңыз. Қарайтын болсақ, мына көк бұрыш пен жасыл бұрыш бізде вертикаль бұрыштар. Вертикаль бұрыштар әрдайым тең болады дедік. Сондықтан екеуін теңестіре саламыз. 125. Сонда 3А тең 20 азайту болып өтеді. 105. А тең 105-ті 3-ке бөлетін болсақ 35 болды. 35-ке тең. Так, енді мына амалдарға келдік. Білген адам, білген оқушыға бұл да қиын емес енді. Қарайық, бірінші стрелкалардың бағыттарына мән береміз. Бірінші қосу 3 екен. Яғни керісінше кетіп бара жатқан жоқ. Алдыға қарай қосу, то есть 5 екен. Көрейік. 5-ке қарай қосылған ба? Мына жерде неше қосылған? 3 қосылған сияқты. 1, 2, 3, 4, 5 дейтін болсақ та, мына аудан кейін -2 артқа қарай кету керек еді, дұрыс емес. Енді мына жерде қосу 5, мына как раз 5-ке дейін бірінші қосылып тұр. Содан кейін екінші стрелка мына 2 клетка артқа кетіп тұр. Сонда бізде шығып тұр 3 болды. Сонда В варианты болады екен. Енді мына есепке келейік. Мына 12, 18, 36 қорапта 3 түрлі алма сорттары бар дейді. Бұл алмалардың барлығын бір-біріне араластырмай және массалары бірдей болатын қораптарға салынды дейді. Яғни бұл жерде ең үлкен ортақ бөлімін табамыз. Бұларды қандай санға бөлінеді бұлар? Мысалы 2-ке бөлінеді бәрі, 3-ке де бөлінеді, одан тағы да үлкен де сан бар ма бөлінетін? Барлығы 6-ға бөлінеді, мына. Егер мынаны 6-ға бөлінетін болсақ, былай жазып қояйын, ең үлкен ортақ бөлімі бұлардың 6 болды. Үшеуі де 6-ға болады. Одан үлкен бөлінетін сан жоқ. Сондықтан егер 12 килограммды қорап 6-ға бөлетін болсақ, каждыйны 6-дан салатын болсақ, неше қорап керек? 2 қорап керек. Ал 18 қорапты 6-дан бөлетін болсақ, 3 қорап керек. Мына жерде 6 қорап керек. Сонда 2-ке 3-ті осамыз 5, 5-ке 6-ны осамыз 11. Барлығы ең аз дегенде 11 қорап керек екен. Егер мына жерде
6-дан емес әрқайсысын 2 килограммнан немесе 3 килограммнан салатын болсақ, ол кезде олар уже көбейеді. Бізге ең аз дегенде неше қорап деп тұр ғой, сондықтан бір қорапқа максимально көп килограмм салу керек та. Так, мына жерде сандардың дұрыс салыстырғанын табыңыз дейді. Мысалы, мынау В вариант деп көрейік, дұрыс па тексерейік. Мынау бізде минус неше бүтін? Барлығын ортақ бөлімге келтіре салайық, олай болса. Мына жерде 8-ден 50. Дұрыс па, 2 көбейттік. Мына жерде 8 болу үшін 4-ке көбейтеміз. 8-ден 12. Енді теріс сандардың қайсысы ең кіші, яғни 0-ге жақын, сол ең үлкені болу керек қой. Мына жерде бізде 8-ден 12 тұр, 8-ден 11, 8-ден 50 тұр. Мына сонда ең кішісі 8-ден 11, ол ең үлкені болып табылады. Одан кейін 8-ден мына 12, ол мынауымыз. Одан кейін 8-ден 50-умыз ең кішісі. Так, 28-ші есепте қиын емес есеп, ең төменгі екі ұяшықтың қосындысы жоғарыдағы ұяшыққа тең дейді. Минус 3 пен плюс 4-ті қой, оңай қой, плюс 1-ге тең. Енді бұл жерде таңбамен, егер таңбадан әлі күнге дейін шатасатын оқушылар болса, енді бұл жерде шатасады. Минус 7 плюс 9 неше шығады? 2. Үлкен таңба, үлкен санның таңбасы қойылады. Одан кейін минус 3 плюс 2 минус 1 шығып тұр. Плюс 3 минус 1. Таңбалары әртүрлі болса не істейміз? Азайтамыз, үлкен санның таңбасын қоямыз. Мына жерде тағы да минус 2 шығады. Минус 2 минус 1-ді қосатын болсақ, минус 3. Енді бізге қосып шығу керек. А дегеніміз 2, Б дегеніміз минус 2, С дегеніміз минус 3. 2-ден минус 2-ні азайтсақ 0, сонда қалып тұрған минус 3. Бұл 29-ші есепте оңай есеп. Мұны бізде қиылысу дегенді білдіреді. Осы оқушылар қиылысумен бірігуді шатастырмау үшін мен мынау U деген, union деген неден шыққан деп солай елестететін болса, union деген бірігу. Сол кезде ұмытпайды, мынау union. Енді біздігі қиылысу екен, яғни дәл ортасында общий нәрсесі. Так, 30-ші есеп. Бұл жерде енді амалдарды орындайық. Минус жақшалардың барлығын ашып тастайық. Не шығады екен көрейік. Минус 1 бүтін 5-тен 3. Минус пен минус плюс болады. 4-тен 2. 4-тен 2-ні қысқартсақ болады ол бізде, қазір. Минус 2-ден 1. Минус 10-нан 7. 4-тен 2 дегеніміз 2-ден 1. 2-ден 1 мен 2-ден 1 не істейді? Бір-бірімен азайтылады, 0 болып кетеді. Сонда біздің азайтуымыз керек. Мұна екеуін. Екеуін де азайтпаймыз, таңбалары бірдей болғандықтан қосамыз. Мынау неше еді? Минус 1 бүтін, ортақ бөлімі 10. Мына жерге 2-ден береміз. 6, 6-ға 7-ні қоссақ 13. Сонда минус 2 бүтін 10-нан 3. Мұндай жауап бар екен. 27-ні оңай деп айттым дейді. Жақсы. Амалдарды орындаңыз дейді. Бұл жерде бірінші жақша орындалады. Бөлу көбейтуге айналады. Бөлшектердің орны алмасады. Сонда бізде 3-тен 4 шығады. Енді мына жерде дайын тұр. 3-тен 4-тен 3-тен 1-ді азайтайық. Сонда бізде неше шығады? 3-тен 3 дегеніміз 1-ге тең. Сонда оның таңбасы плюс қой. 1 азайтылған 5-тен 3-тек. Сонда 5-тен 2 шығады. Ондай жауап бар екен. Келесі 32-ші есеп. Бұл жерде бізде мынандай есік берілген. Мыналар терезелері. Мыналарда терезе. Осы жердегі мына ағаш бөліктерінің ауданын сұрап тұр. Біз не істейміз? Бірінші мына терезелердің аудандарын тауып алуымыз керек. Содан мына общий есіктің ауданын азайтып тастауымыз керек. Енді мына жерде мән беруіміз керек. Мыналар метрмен екен, мына жақтары сантиметрмен екен. Ал пока сантиметрмен есептей берейік. Өйткені аудан яқты сантиметр квадратпен беріліп тұр екен. Ауданын табу үшін не істейміз? Көбейтеміз, 40 пен 80-ді. 32, 2 0 тіркейміз, 3200
сантиметр квадрат. Ондайдан нешеу бар? Үшеу бар. Сонда мына жерде общий неше болды? 9600 сантиметр квадрат. Жоғарыдағы терезелер. Мынау төмендегі терезесінің ауданы 8-ді 2 өтек 16. Бұл жақта да 9600 сантиметр квадрат. Бұл екеуін қосайық. 0, 0, 2, 1 ойда 18, 19. 19200 терезелердің ауданы. Енді істеуіміз керек есіктің общий ауданы. Есептейік, бұл жерде есіктің сантиметрге айналдыратын болсақ, 1 метрді 100 сантиметр, 100-ге көбейтсек 150 сантиметр, мына жер 200 сантиметр. 200 бен 150-ді көбейтсек неше болады? 30 мың. 30 мыңнан енді азайтамыз, 19200-ді. 0, 0, 8, 0, 2, 1. Сонда 10800 сантиметр квадратына ағаш бөліктер екен. Ондай жауап бар. 35-ші есеп, төменде өрнектердің қайсысы дұрыстарын табу керек. Мына жақта не дейді? Мынау үлкен деп қойыпты, мынау уже қате. Мына жерде бізде минуспен минус көбейтіліп плюс болады. Плюс әрдайым теріс саннан үлкен болады. Мынау дұрыс. Енді бізде мына жерді салыстыруымыз керек, қайсысы үлкен екенін. Так, мына жерде екеуі де 2-ге қысқарады. Қысқартсақ 10-нан 9. Бөлімдерін келтіріп алайық бірде қылып, сонда 3-ге көбейтейік. 30-дан 3-ге көбейтсек 27. Енді минус 30-дан 27 үлкен ба, минус 30-дан 25 үлкен ба? Айттық, теріс сандардың кішісі үлкен болады. Сонда мынау дұрыс екен, 2 мен 3 дұрыс. Төменде фигурадағы мына жерге мән береміз. Боялған бөлік нешеу? 4-еу. Боялмаған бөлікке кейде барлығы деп ойлап қалмайық. Боялмаған бөліктер 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Бұл сонда 11-ден 4. Амалдарды орындаңыз дейді. 7 минус пен минус не болады? Плюс болады. Жер минус. 10, 10-нан 1 дасақ 9. Бұдан енді қателескен оқушы жоқ деген үміттемін. Енді мына есепке келейік. Қызық есептердің бірі. Төменде бір фигураның жан-жағынан қараған көрінісі берілген, өрнектің қайсысы дұрыс берілген дейді. Енді үстінен қарағанда, мысалы мына жақта не дейді? Алдынан қараған, мыналарды қарап жүрейік, бірінші, екінші тұжырымдарға тоқталайық. Алдынан қараған кезде мынандай нәрсе шығу керек дейді. Енді мына фигураның біз алдынан қараймыз. Қарайық, алдынан қарап тұрық. А, Б, С мына бар. Содан кейін бізге 0 көрінбейді, мына Д көрінеді. Одан кейін Е, H, мына жерде не көрінбей қалып тұр, көріндір ма? Мына жерде бізде G болу керек мені. G болу керек, F, I бар, мына J бар. Сонда мынау бізде біріншісі қате, мынаны ұмытып кеткен. Енді үстінен қара дейді. Үстінен қараған кезде мына стрелкасы тұр. Үстінен қараудың тек қана мына үстінде тұрған кубиктің сандары көрінеді. 1, 2, мына 3 көріну керек, 4, 5. Міне 1, 2, 3, 4, 5 жоғарыдан тігінен көрініп тұр. Мына жерде тұрған 0 де көрінеді жоғарыдан былай қарағанда. Бұл да дұрыс. Бұл дұрыс екен. Мынау қате болды. Мынау дұрыс. Енді оң жағынан дейді. Оң жағынан мына жақына беттен қарауымыз керек. Мына жерде сұрақ белгісі тұру керек. Және сандарымыз қалай? 9, 8, 7, 6. Яғни 6, 7, 8, 9. Мына 6, 7, 8, 9. Мына бетінде сұрақ белгісі бар. Мынау да дұрыс. Сонда 2 мен 3 дұрыс екен. 37-ші есеп. 5 таңбалы сан, 5 таңбалы сан 3-ке және 5-ке қалдықсыз бөліну керек. 3-ке қалдықсыз бөліну ережесі қандай еді? Қандай сандар 3-ке бөлінеді? Не істейміз? Цифрларын қосуымыз керек еді. Ал 5-ке қалдықсыз бөлінетін заңдылығы соңғы цифрасы 0 немесе 5-пен аяқталу керек. Енді 5-ке бөлінетін 2 вариант болғандықтан мына жерге 2 түрлі вариант жазайық. Міне B-ның орнына 0 қойдық. Бізге мына А-ны сұрап тұр ғой. А-ның орнына неше цифр, қанша цифр қоюға болады дейді. Мына жердегі 5, 6 деген цифр емес, бұл мынаның сандары.
Так, мына жерге 2а 5 1 б-ның орнына не қоямыз дедік? 0 немесе 5 қоямыз дедік. Енді аға қанша цифр қоятын енді қарайық. Мына жерде қосып алайық. 7 8 цифрларын қосындысы 8. Сонда а неше бола алады? Мынаның орнына біз 1 қоя аламыз, иә? Сонда 9 болады, бөлінеді. Енді және одан кейін 4 қоя аламыз. Бұндай жерлерде, мысалы, 3-ке бөліну керек па? Наған 3-ті қоса береміз. Мысалы, наған 3-ті қоссақ 4 қой. Ал тексеріп көрейік. Мына жерде неше шығып еді? 8 шығып еді. 8-ге 4-ті қоссақ 12. 12 3-ке бөлінеді. Тағы да мынаған 3-ті қоссақ 7. Мына жерде неше деп едік жаңа? 8, 8-ге 7-ні қоссақ 15. 15 те 3-ке бөлінеді. Ары қарай енді 10, 2 таңбалы сан болып кетеді. Мына жерге тек қана 1 таңбалы сандар қоямыз, иә, цифрлар. Сонда мына жағдайда 1, 4, 7-ні қойға болады екен. Енді мына жағдайда ше. Қосайық, мына жерде 10, 13 болып тұр. 13. Енді қандай сан қоямыз? 13-ке 2-ні қосамыз ба? 15 болсын. 3-ке бөліну керек қой бізде. 2-ні қойдық. Енді мына 2-ке 3-ті қоса береміз. 5-ті қоямыз. Мысалы 13-ке 5-ті қоссақ 18. Ол да 3-ке бөлінеді. Тағыдан аған 3 қоса берсек 8. Так, 13-ке 8-ді қоссақ 21, ол да 3-ке бөлінеді, дұрыс. Сонда мына жерден 3, мына жерден 3. Сонда аның орнына жалпы 6 сан қоюға болады екен, 6 түрлі. Мына жерде амалдарды орындаңыз дейді. Мына қосу, мына жерде азайту, мына жерде азайту. Бұл да таңбамен жұмыс, таңбамен шатастырып алмау керек. Өтірік істемеңіз дейді. Нені өтірік істемеңіз дейотсын? Шалқар, нені өтірік істемеңіз дейотсын? Істемейміз. Өтірік істемейміз. Я, есепті дұрыстап шығарамыз. Так, ал кеттік. -7, -1. Оларды қосамыз дейді. -8 шығады. -4-ке -3-ті не істейміз дейді. Мына жерде азайтамыз дейді. Сол кезде минус пен минус плюс болып кетеді. Үлкен санның таңбасы қойылады. -1 болады. Енді -8 бен -1 екеуі азайт деп тұр. Минус пен минус плюс болып кетеді. Азайтылған кезде -7. Так, Шалқар, нені айтып жатырсың сен? Қай есеп? Анауда деген не деген сөз? -7 болды жауабы. 39-шы есеп төменде. Так, төмендегі сыныпта 36 оқушының үйірмелерге қатысуы көрсетілген. Барлығы 36 оқушы екен. Бізде толық бұрыш неше градус еді? 360 градус, е, міне. 36 оқушы деп қойайық. Ол 360 градусқа тең. Енді бізде не сұрап тұр? Баскетболға қатысатындарды сұрап тұр. Баскетболға қатысатындар міне 40 градус. Градусты градустың астына жазамыз. Егер де мынаны қоятын болсақ, есептерін қате шығады. Сондықтан соған мән беріңдер. Градусты градусқа, процентті проценттің астына. Оқушы болса, оқушының астына. Болды, сонда x дегеніміз 36 мен 40-тың көбейтіндісін 360-қа бөлу. Мұны 0-ден қысқарттық, 36 мен 36 қысқарттық, сонда x тең 4 шықты. Болды, баскетболға қатысатын оқушы 4-еу екен. Мына жерде пропорциялық есеп, тағы да теңдеу, я. Не істейміз? Бір-біріне былай көбейтеміз. Осы жерде тағы да тоқталып өтейін, қалай көбейту керек екенін мән берейін. Міндетті түрде 5-ті тек қана бір санға көбейтіп қоймаймыз. Егер бізде 2 сан болатын болса, жеке-жеке көбейтеміз. Сондықтан жақшамен жазып алған дұрыс. Егер жақша жазуды ұмытып кетсеңдер, есептерін қате шығады. 4-ті -1-ге көбейтеміз. Сонда көбейтсек 15y, 5-ті 5-ке көбейтсек 25. Жерде 8y -4. 8y теңдік мына бетіне азайту болып өтеді. 15-тен 8 алсақ 7y, 25-неқа қосу болып өтеді. 25-тен 4 азайтсақ 21, y тең 3. Ондай да жауап бар екен. Міне сонымен біздің байқау сынағымызды талдау бітті. Келесі сабақта, енді келесі дүйсенбіде соңғы байқау сынағымызды талдаймыз. Сөйтіп оқушылардың барлығына сәттілік тілеп емтиханға жолдаймыз. Жақсы, сау болыңдар. Келесі дүйсенбі кездескенше.